Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгін әңгімелейтін фильміміз 2021 жылы шыққан Странный дом, яғни біртүрлі үй. Қорқынышты үй десек те болады, себебі бұл өте қорқынышты мистикалық фильм. Голливудтық киноларға қарағанда әлдеқайда жақсы түсірілген. Атмосфера американдық мистикалық фильмдердікінен асып түспесе кем емес. Көп созбай сюжетке көшейін. Кто-то сказал, что каждый может быть проклят. Были ли те истории, о которых я слышал, правдой или ложью? Но одно очевидно. Мне не следовало сюда приходить. Фильм жас жазушы жігіттің кадрынан басталады. Оның келген көп қабатты үйі қарапайым үй емес екендігі бірден байқалады. Джонды үйдің іс жүргізушісі күтіп алады. О, это сваренный кофе. Из Бразилии или из Колумбии, правильно? Это чай санхва. Жігіт бірден әңгіме барысын диктофонға басып алуды сұрайды. Келісім бойынша Джон сұрақтар қоюы, ал іс басқарушы жауап беру керек. Жігітті осы үй төңірегінде жүргендердің өсек аяңы қызықтырыпты. Жұрт арасында мұнда қорқынышты оқиғалар орын алады деген сыбыс бар. Үйге қонған әрбір адам оғаш оқиғалармен кезігеді екен. Іс жүргізушінің айтуынша мұнда алдын жетімдер үйі болған және қайғылы оқиға орын алған. Балалардың барлығы өртеніп кетіп, ал жұмысшылар тек өздерін ғана құтқарған. Жоғарыда айтылған сыбыстардың барлығы осы оқиғадан кейін шыға бастаған. Бірінші әңгіме бастала сап, кадр бірден осы үйдің сатушы риэлторына ауысады. Ол пәтерлердің бірін жазушыға сатпақшы болады. Жазушы көрші бөлмеден естілген бір түрлі дыбыстарға қарамай бөлмені жалға алады. Түнде жұмысымен айналысып отырғанда әйелі қоңырау шалады. Прости, что я тебе это говорю, но то, что ты говоришь, полное дерьмо. Ол ертесіне дәріханадан бас аурудың дәрісін алып, хит болады деген кітап жазу жұмысын жалғастыра бастайды. Бірақ ноутбук аяқ асты жоғалып қалады. Аз уақыт өтіп, белгісіздер затын қайтарып береді. Кейіпкеріміз үйден қашудың орнына іс басқарушыдан бейнебақылау камерасын көруді сұрайды. Алайда одан нәтиже шықпаған соң балалардың шуына арыздана бастайды. Содан соң оған тыныштық бермейтіндердің бөлмесіне барады. Ну все, знаю я, что вы здесь. Давай, выходи. Ол өзінің бөлмесінен тауып алған аяқ киімінің екінші парын сол жерден тауып алады. Пәтерден ешқандай жауап болмағасын ноутбугі үшін кек алуды ұйғарады. Алайда түн жарымда жауапқа жауап қайтады. Бөлмесінің электр сымдарын кесіп тастаған ба жарық жоқ. Ал есік алдында өзі апарып тастаған бір қалта аяқ киім тұр. Пәтер есігінен дыбыс шыққан соң кейіпкер оны ашып көрмекші болады. Ол есік кетігінен қарағанда осыдан кейін кадр бірден журналистке ауысады. Ол бірінші персонаждың шынымен жоғалып кеткенін естиді. Оның соңғы кітабы аяқталмаған екен. Должно быть, вы очень расстроен. Мне любопытно стало. Чем ты раньше интересовался? А где ты родился? Что такого? Есть ли у тебя возлюбленная? Это личное? Іс басқарушы өзінің екінші әңгімесін бастайды. Ол бірінші персонаж дәрі сатып алған дәріхананың фармацевті жайлайды. Екі құрбының әңгімесінен жас қыз отбасылы еркекпен жүретінін байқаймыз. Дәл осы жерде түсініксіз оқиға орын алады. Ты сдурел? Ты в своем уме вообще? Что вы покупаете, а? И что? Как это вышло? Кешкісін отбасылы жігіт қыздың пәтеріне келеді. Әңгіме барысында бұл қыздың да жоғалып кеткені анықталады. Вот, например, на 9-м жила одна женщина. Это место ей не подходило. Жена что-то подозревает. Ну и хорошо. Что? Разводись. Еркек қыздың үйінде қалады. Түнде тағы түсініксіз оқиғалар орын алады. Келесі күні қызды полицейлер іздеп келеді. Ол жігіттің өз отбасын өлтіруінде күмәнді екені айтылады. Қыз үйіне келе сала, жігітіне полицейлер келгенін, ұзаққа қашып кету керектігін айтады. Ал душтағы жігіт бір сөзді қайталай береді. Дорогая, никому не говори, что я здесь принимаю душ. Дорогая,
Никому не говори, что я здесь принимаю душ. Дорогая, никому не говори, что я здесь принимаю душ. Дорогая, никому не говори, что я здесь принимаю душ. Поняла, выходи уже, ради бога! сөйтіп қыз душ жаққа қарап қалғанда Дорогая, никому не говори, что я здесь принимаю душ. ал есіктен шынайы жігітінің келіп тұрғанын көреді. Опа. Жігіт душтағы адам кім екенін білмекші болып қолына қару алады, бірақ аяқ асты. Кстати, Сона, я же сказал никому не говорить, что я здесь принимаю душ. За что ты так? Кадр қайта журналист жігітке оралады. Ол көбірек ақпарат алу үшін пәтер сатушы риэлторға келеді. Риэлтор адал жұмыс істемеген көрінеді. Ол бірінші персонажға пәтер сату кезінде де өтірік айтқан екен. Помните ту пару, которой вы продали квартиру на прошлой неделе? Они вчера пришли в ярости. А еще бабушка, которая была вашим клиентом 3 месяца назад. Оказывается, тот дом был отдан под залог. Говорят, что это совсем не то, что вы предлагали. Конечно, не то. Қысқасы, риэлторде түсініксіз оқиғаларды бастан өткере бастайды. Түсініксіз дыбыстар су жүрмей қалған раковинадан шығып жатты. Ол жерден әйел кісінің шашы табылады. Для начала попробую вытащить руками, а если не получится, то возьму сантехнический трос и придется выкручивать. А если и это не поможет, я поднимусь наверх и перекрою стояк. Да понял я, сколько. В общем, как вы поняли, недешево. Жалпы бұдан риэлтор клиенттеріне не істеген болса өзіне қайтып жатқанын түсінеміз. Кейінгі кадрда қойып кеткен қуыршақ әйелін орнында жоқ екенін көреміз. А разговоров-то было. Просто кипяток бы туда залил, и все ушло бы. Келесі күні жұмыста отырып көмекшісінен тұрып жатқан үй жайлы жаман сыбыстар жүргенін естиді. Сонымен қатар онда бір секта мекендеп адам өлімі де көп болған екен. Получается, вы все знали, что там была секта. Кешке таман пәтерде тағы да қорқынышты оқиғалар басталады. Қорыққаннан бөлмесіне қашады, есікті құлтап алады, жарық өшіп қалады. Журналистке қайта ораламыз. Баяғыда осында мекен еткен секта бұл орында қарғаған екен. Что за секта такая? Я просто продавал квартиры. Мужчина, я ни в чем не виноват. Правда, я ни в чем не виноват. Я просто продавал квартиры. Я ни в чем не виноват, я просто продавал квартиры. Біз кейінгі кадрлардан журналист қызықты әңгімелерді не үшін іздеп жүргенін көреміз. Знаешь, почему в прошлый раз твоя работа провалилась? Потому что ты не писал вот так. Я тогда пошлю вам работу. Однако, слишком короткая. Сделай часть про измену длиннее. Тогда цена работы сразу возрастет. Исправь, издайся у нас и станешь знаменитым. Содан кейін ол көбірек әңгіме жинауға қайта кіріседі. Іс басқарушы кезекті әңгімесін бастайды. Ол баратын жері жоқ, студент жайлы еді. Студент мектептегі сыныптасының үйіне келеді, ал сыныптасы біртүрлі еді. Слушай, а ты убираешься когда-нибудь? Это у тебя что такое? А это не заразно? Думаешь, я бы тебе не сказал, если бы было заразно? Позволь на время остаться у тебя. Недели на 2. Да можешь и подольше пожить. Родители разрешили. Родители? Кажется, еда испорчена. Студент еш нәрседен күдіктенбей үйде қалып пәтерді тазалау жайлы ұсыныс айтады. Досы таңда үй тазалап жатады. Думаю, дом и правда грязный был.
Вечером я кое-куда пойду. В холодильнике бери, что хочешь. Вот же хрень, а? Үйде түсініксіз дүниелер көп еді. Айтпақшы, бұл жігіт те алдан дәріханаға кірген екен. Тазалық құралын алып, пәтерді тазалауға кіріседі. Ал жасырын бөлмеге кіргенде бірақ кешкісін қайта оралған досы студенттің ісіне жынданады. Верни моих родителей. А ну верни, говорю. Студент түн ішінде бұл пәтерден тайып тұрғаным жөн деп шешеді, бірақ енді кеш. Ол жасырын бөлмеге кіріп тазалық жұмыстарының бәрі бекер болғанын түсінеді. Ты же правда переборщил, да еще и при старших. Ну так мы друзья детства, и ты недавно приехал из-за границы, Джессап. Поэтому... Давай дальше, дружить. Братец друзей с 9 июля в кино. Почему такое происходит? Это как-то связано с сектантами? Слышал от риэлтора. Какова же правда? Журналист бұл оқиғалар не үшін орын алып жатқанын сұрайды. Іс басқарушы себебін өзің анықта дейді. Дәл осы уақытта журналисттің құрбысы торт жеп отырып, Джонның диктофонын тыңдап көргісі келеді. Дом Гванлим, часть 1. Да шучу я. Дом Гванлим, часть 1. Представьтесь, пожалуйста. Тогда следующий вопрос. А здесь что, еще кто-то живет? Дом Гванлим, часть 2. Скорее, не привык разговаривать о таком со старшими. Онда Джоннан басқа ешкімнің дауысы жоқтығын. Джон себептерді анықтау үшін лифтке келеді. Түсініксіз оқиғалар журналисттің басынан да өте бастайды. Здравствуй. Лифттегі белгісіз кісі Джонды қуа бастайды. Джон барып коридор соңындағы шкафтың ішіне жасырынады. Алайда белгісіз бұған алданып қалмайды. Қосымша оқиғадан кейінде Джон пәтерге кіріп көруден бас тартпайды. Ол пәтерден кассета тауып алып тыңдап көреді. Что тебе надо у меня дома? Что ты мне дверь выпилил? Что тебе нужно у меня дома? Да шучу я. Если ты слушаешь эту запись, значит, ты действительно хочешь узнать правду. Осы жерде кадр іс басқарушының өткеніне ауысады. Ол басында досымен бірге сектанттардың сейфін босатпақшы болған ұры болған екен. Олар пәтерге кіргесін қызықты нәрсені байқайды. Бөлме ішінде мумияны кезіктірсе де ештеңеден қорықпайды. Лидер секты Гванлим. Верил, наверное, что воскреснет, поэтому и лежит в таком виде. Олар кілтті алып жасырын есікті ашады. Бар мақсаты ақша тұғын. Деньги! Всего лишь бабки. Деньги! Бабки! Деньги! Денежки, деньги! Бабки, бабки, сука, бабки! Сука! Белгісіз кісі аяқ асты серіктесі жоғалып кеткенін байқап, ақшаларды сөмкеге сала бастайды. Бірақ көп ұзамай бұл жасағаны үшін өкінеді. Ол бірден көлікке қарай қашады. Көлік кілтін іздеп жатып, аяқ асты серіктесі келеді. Әңгімелесіп отырып, белгісіз кісі серіктесі өзгеріп қалғанын байқайды. Я видел. Быстрее, ключи. Внутри шкафа. Хочешь тоже посмотреть? Давай дальше, дружить. Братец друзей с 9 июля в кино. Кадр бірден журналистке оралады. Джон шкаф ішіне қамалып қалады. Время, проведенное с тобой, было очень увлекательно. Буду скучать по тебе.
содан кейін көп қабатты үйге құрбысы Джонды іздеп келеді. Санбэ, что ты здесь... Қыз бәрін бірден түсінеді. Менің ойымша біртүрлі үй фильмі өте қорқынышты әрі қызықты болып шыққан. Мен оны түнде үлкен ықыласпен көріп сүйсіндім. Мен тіпті Оңтүстік Корея фильмді мұнша жақсы түсіреді деп күткен жоқпын. Жағымсыздық сезімін шақыратын керемет локациялар, үйдің қорқынышты атмосферасы, музыка мен актерлік шеберлік көрерменнің көңілінен шығары сөзсіз. Бұл қорқынышты фильм шағын оқиғалардан тұрады. Соңында басты кейіпкердің оқиғасы көрсетіледі. Сайып келгенде бұл оқиғалардың барлығы бір-бірімен тығыз байланысты екені белгілі болады. Ал мен интриганы сақтау үшін егжей-тегжейлі айтпаймын. Көруге тұрарлық фильм. Кешкі қаралымға ұсынамын. Ролик ұнаған болса, лайк басып, пікір жазып, тіркеле кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін маңызды.